қоғамның қотыры дейміз ба, қоғамның соры дейміз ба, өсекшілерді білесіздер, иә? Өсекшілерді мен негізі гиена, шакалдарға теңеймін. Мынандай мысал айтайын сіздерге. Орманда, джунглида арыстандар, жолбарыстар жүреді, сондай гордый жануарлар. Олар штуктап жүре береді. Мысалы, жалғыз өзі кәдімгі абыроймен гордо жүре алады. Жолбарысың да, арыстаның да, барысың да. Соларды кәдімгі қарапайым адамдарға теңеуге болады. Өзінің тірлігімен ешкімде шаруасы жоқ, өсек айтпайды, бала шағаның, отбасының да қамы деп жүрген адамдар. Ал өсекшілер, анау гиена, шакалдар жүреді, ана иттердің ана албасты шығып, жаңағы тоң-тоңы шығып жүретіндер бар, деп жаңағы тілдер салақтап. Соларға теңеуге болады. Негізі өсекшілер жалғыз жүрмейді. Олар 3-4 болып, 5-6 болып, тобыр болып жүреді, топ-топ болып жүреді. Тірліктері жоқ, сөйтіп жаңағы біреудің бір жеріне жабысады, видеоларын көресіңдер ғой, тура сондай болып жүреді. Жалғыз жүретіндер, олар уже өсекші емес, олар құлақ дейді. Құлақ или көз олар. Соны жазып алып, жаңағы әңгіменің бәрін анаққа жеткізіп отырады. Прием деп. Сондықтан өсек таситын, шаруасы жоқ, сондай кісілерге айтарым, не істейсіздер? Сөйтіп, ұнаймай сізге шакал, гиена болып жүрген. Не үшін өсектейсіздер сіздер да біреулер? Потому что ол адам сізден озып тұр, сізден алда тұр ол. Өсекшілер ешқашанда өзінен төмен, өзінен кейінгілерді өсектемейді, олар алда тұрғандарды өсектейді. Адам только алдында тұрғандарды көреді ғой. Сондықтан өсек айтып жатқан кезде ойланыңыз сіз, мен неге өсектеп жатырмын? Біз неге өсектеп жатырмыз? Айтшы, деп. Сынба? Айнұр, Айгүл, біз неге өсектеп жатыр? Біз қалып бара жатырмыз ғой, ойбай, өзімізді түзетейік, адам болайық. Не істейміз біреудің өмірінде? Өзіміз жүріп мына жерде ұсқынымыз кетіп, албасты болып өсек айтып, тісіміз сасып деп та. Примерно айтайын енді. Сондықтан өз өмірлеріңізді реттеңіздер, фокусты өздеріңізге қойыңыздар, айнаға қараңыздар, шаштарыңызды тұраңыздар, гиена болғанша арыстан болып, жолбарыс болып, барыс болып жүрген жақсы емес пе? Өз отбасыңыздың қамын жасап, жұмысыңызды жасап, өз өміріңізді реттеп, сол кезде өміріңіздің берекесі кіреді. Андай болып, тобыр-тобыр болып, шакал-шакал болып жүргеніңізден сіз жақсы көрінбейсіз, адамдар сізге қарап, no дейді сізге, қашатын болды. Сондықтан, достар, өсек айтпай, өз өмірімізді сүріп, өзімізді реттеп, біреуге ақыл айтқанша, біреудің мінін іздегенше өз мінімізді түзетейік. Сол кезде бақытты боламыз.